Қадағаланбаған зат өлшенбейді, өлшемі жоқ зат дамымайды. Сіз тупа бір істі жасай бермеңіз, бір арасында тоқтап анализ жасау керек. Оқисың, жаттығасың, жұмыс жасайсың, бірақ нәтижесі көңіліңнен шықпай жатыр ма? Осы видеода өзіме көмектескен тиімді нұсқаулықпен бөлісемін. Менің есімім Нұрасыл Тоқбай, жеке тұлға және кәсіпті жүйелі дамыту экспертімін. Мен тұлғаларға өзінің потенциалын тез дамуға көмектесетін маманмын. Достар, осы видеода жалпы мен сіздермен жасампаз адамдардың 7 дағдысы кітабындағы 7 дағдымен бөліскім келеді. Түсінетін жағдай біздің нәтижеміз тікелей біздің амалымызға байланысты. Ал амал біздің шешімге байланысты болады. Ал шешім қайдан келеді? Ол біздің ішкі білім, сенім, наным, құндылық принциптарымызға байланысты қабылданады. Енді көбінде біздің қабылдаған шешіміміз, біліміміз ол бұрында ұстаз, немесе әке-шешеміз ортадан келген шаблонды жаңа принциптар болады. Бірақ өкінішке орай ол принциптар қазіргі таңда көбінде нәтижесін бермей жатыр. Қазір әлем күрт өзгеріп жатыр. Сондықтан бізге дұрыс құралдарды қолдану керек. Осыған байланысты жалпы өзіме көмектескен, тек өзіме емес, 50 миллион адамға көмектескен нұсқаулық ол Стивен Ковидің «Жасампаздар адамының 7 дағдысы» атты кітабында көрсетілген. Міне достар, осы видеода мен сіздермен 7 дағдысын нақты ашып түсіндіріп беріп кеткім келеді. Бірінші дағдыға көшетін болсақ, проактивті болыңыз дейді. Проактивті адамдар болады, реактивті адамдар болады. Проактивті адамдар өзінің ішкі құндылық, сенім, наным принциптарына байланысты шешім қабылдайды. Ал реактивті адамдар, олар сыртқы факторларға байланысты кетіп қалады. Мысалы, мына жерден біру шақырады, соған кетіп қалады. Мына жерден біру бір ауыр сөз айтып қалса, мә десе, мә деп ұрсып кетеді. Оларда бір арасында бір тоқтап ақыл қосатын уақыты болмайды. Ал проактивті адамда стимул мен реакцияның арасында оларда белгілі бір сәл сабырлық бар. Сол сабырлық сақтап, сол жерде өзінің ішкі жаңағы принциптарына, құндылықтарына не істейді, жүгінеді, соған байланысты шешім қабылдайды. Міне достар, бізге маңыздысы осы проактивті болу. Реактивті деген ол керісінше ол біз жаңағы сыртқа қарай кетіп қаламыз. Ал сыртқы факторлар өте көп. Ол жаңағы 200 мемлекет, 7,5 миллиард адам, армия, үкімет, мемлекет, оның барлығын біз өзгерте алмаймыз. Ол біздің қолымызда емес. Ал біз тек қана өзіміздің жаңағы круг влияния дейді ғой, өзіміздің айналамыздағы ықпалымыз жүретін нәрсеге қана шешім қабылдағанымыз жөн. Ал сыртқа қарай кететін болсақ, ол бітпейтін нәрсе, ол жаңағы өзің мақсатыңды да орындамайсың, стресстік жағдайда көп боламыз. Сондықтан проактивті өзіміздің круг влиянияға амалымыз жүретін жағдайда шешім қабылдағанымыз жөн. Енді екінші дағды ол түпкі мақсатыңызды жол басында елестетіп алыңыз дейді. Түпкі мақсатыңызды жол басында елестетіп алыңыз. Расында біз мысалы біз таксиге отыратын болсақ, такси сұрайды, қайда барасың деп. Біз өзіміздің қайда бара жатқанымызды білмейтін болсақ, онда таксист бізді еш жаққа апара алмайды. Сол секілді бізде өмірімізде баратын түпкі темір қазығымыз болу керек. Орысша айтқанда ол миссия деп аталады, қазақша мұрат деп аталады. Сондықтан біз түпкі мұратымызды айқындап алуымыз керек. Мұратты айқындау үшін менің оған арналған бөлек видеом бар. Сол жерден мұратты айқындау жолдарын біліп, өзіңіздің мұратыңызды айқындап алсаңыз болады. Мұраты жоқ адам ол ескексіз қайықпен тең деп те айтып жатады. Сондықтан мұрат мақсатымыз бізде міндетті түрде болу керек. Енді үшінші дағды ол басты іске баса мән беріңіз дейді. Басты іске баса мән беріңіз. Ол қалай? Мысалы, бізде көптеген істері бар да. Осы дағдыны Стивен Кови әдемі түсіндіріп кетті. Ол осындай шөлмек ыдысты алады, соның ішіне үлкен тастарды тығады. Ол сыймайды. Неге сыймайды? Себебі оның ішінде құм толып тұр. Ал басында біз деген амалымызды маңызды істерден бастауымыз керек. Сол үшін ол жаңағы ыдысқа не істейді? Бірінші барлығын төгеді да, ең бастысы біз маңызды істерден бастауымыз керек. Жаңа үлкен тастарды салады, содан кейін кішілеу тастарды салады, содан кейін құмды құяды, құмнан кейін су құяды. Сол кезде ана кәдімгі нығыздалып толық толады. Ал егерде керісінше жаңағыдай кіші құмдарды салып, сосын кіші тастар салып, сосын үлкен тас салсақ сеймей қалады. Сол секілді бізде өмірімізде мақсат қойғанда, амал еткенімізде ең бірінші маңызды, құнды, шұғыл шаруалардан ең бірінші жасау керек.
маңызды жоқ шұғыл шаруалармен айналысатын болсақ, онда біз маңызды шұғыл нәрселерімізді істей алмай қаламыз. Міне осыны меңзеп тұр. Үшінші дағдыда басты іске баса мән беріңіз дейді. Және де төртіншісі, енді қалған үшеуі, міне басты үшеуі ол өзіміздің жеке жаңағы қабілетімізді арттыру болды. Енді қалған үшеуі 4, 5, 6 дағды ол қоғаммен жұмыс жасау. Міне төртінші дағдыда ортақ жеңіс дейді. Ағылшынша айтқанда win-win дейді. Ол не? Мысалы, біз саудада біреуге бірдеңені алдап сатып жіберсек болады. Бірақ келесте ол алдан бізге қайтып келе ме? Қайтып келмейді. Сол секілді бізде бір өмірімізде, қарым-қатынаста, кәсіпте болсын, біз бірдеңе істейтін болсақ, екі жақты пайда әкелетіндей амал жасауымыз керек. Сол кезде бізде не істейді? Жолымыз ашыла бастайды. Енді бесінші дағды ол әуелі түсінуге, содан кейін түсінікті болуға тырысыңыз дейді. Әуелі түсінуге, содан кейін түсінікті болуға тырысыңыз дейді. Өте керемет дағды. Қараңыз, біз көбінде біреу бізге бірдеңе айтып жатса, біз оның жағдайын түсінбей тұрып, біз не істейміз? Өзіміздің ойымызды оған айта береміз. Иә, мен де сөйттім деп жаңа бірдеңелерді айтамыз. Оның түпкі меңзеп отқан мақсатын түсінбейміз да, біз келіп өзіміздікін айтқасын жерде біздің ауызбіршілігіміз бір ойға, бір түйінге келе алмайтын жағдайымыз. Сондықтан ол сату өнерінде де өте маңызды дағды. Себебі саған келіп тұрған клиент өзінің жағдайын айтпайынша біз оның не қалап тұрғанын білмейміз. Сондықтан біз белгілі бір сұрақтармен оның қалауын айқындап алуымыз керек. Ал көбінде сатушылар қалай сатады? Иә, мынау күшті, анау да күшті, мынау саған келеді, мынау күшті, мынаның бағасы жақсы, мынау бренд деп не істейміз? Оған былай айтқанда впихивать етеміз да, сондықтан ол жүрмейді. Адам ол жабылып қалады, сосын ол сенен алмай кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан ең бастысы біз адамның мақсатын айқындап алуымыз керек, содан кейін бар біз оған қажет нәрсесін беруіміз керек. Ол отбасыда да солай. Мысалы, сіздің жолдасыңыз, жаңа ұл-қыздарыңыз, ол ұл-қыздарыңыздан сұрауыңыз керек. Ол нені қалайды? Ол қандай оқуға барғысы келеді? Біз керісінше не істейміз? Оның аузын жауып тастаймыз. Оқы, ананы бүйт сөйтіп бір басқа бағыттарға алып кетеміз. Ол қате. Сондықтан ең бірінші адамның ниетін түсініп алуымыз керек. Сосын сол ниетін қарай біз не істеуіміз керек? Оған керек затын беруіміз керек. Сол кезде бізде жақсы байланыс, синергия болады. Енді алтыншысы синергияға жетіңіз дейді. Синергия деген не? Мағынасын түсіндіретін болсақ, бір жақсы формула бар. 1 қосу 1, 2 емес, 1 қосу 1, 11. Міне осы формула әдемі түсіндіреді. Неге 11? Мысалы, бір адам амал етсе, ол алысқа бара алмайды. Ал егерде командамен жұмыс жасайтын болса, оның ісі әлде қайда тез дамиды. Олардың жаңағы амалы тез көтеріледі, істері да, нәтижесі тез келеді. Сол секілді жаңағы 1 қосу 1, 11 деген сол. Мысал тағы мынандай аналогиялар бар, кітаптардан оқыған болсаңдар. Бір отбасыда 7 бала болады, 7-інің ауызбіршілігі болмайды. Күнде ұрысып, бір-бірін тыңдамай, жаңағындай айқай-шу болып жүреді. Сол кезде әкесі не істейді? Әкесі қалай осы балдардың аузын біріктірсем болады деп ойланады да, 7 шыбықты алады. 7 шыбықты әр баласына бір-бірден береді, сындырың дейді. Әр баласы оны майыстырып, сындырып тастайды. Сосын тағы да басқа 7 шыбықты алады да, оны буып байлап, енді әрқайсысына бір-бірден береді, мә сындырып көрің деп. Бір баласы келеді, сындырып көреді, сындыра алмайды. Екіншісі сөйтіп 7 баласы да айналдырып сындыра алмайды. Міне сол кезде әкесі оларға осындай жақсы түйін береді. Сіз бір-бірден бөлек жүретін болсаңыз, бөлінгенді бөрі жейді демекші, сіз ауыз бірігіп жүретін болсаңыз, сізге сырттан келе алмайды. Себебі сіз біргесіңіз. Сіз бір болсаңыз, сіз мықты боласыңыз деп жаңағы жақсы түйінін жеткізеді. Сол секілді бізде дамитын болсақ, кәсіпте де дамитын болсақ, біз бөлісіп білуіміз керек. Әр адамның өзінің бір мақсаты бар да, сол мақсаты біздің мақсатпен сай әкелетін болсақ, оларда мысалы табысқа жеткісі келеді, сізде табысқа жеткіңіз келеді. Ол бірақ бір маркетинг саласында табысқа жеткісі келеді, сіз экспертность саласында табысқа жеткіңіз келсе, міне осы бағытта екеуіңізді байланыстырсаңыз мақсатыңызды, ол мысалы сіздің сіз оған как продукт, өнім секілді сіздің өніміңізді маркетинг бағытында дамытатын болса, сіз мақсатыңызға бірге әлдеқайда тез жетесіңіз. Ал егерде сіз бір өзіңіз амал ететін болсаңыз, онда сізге көптеген білім алу керек, уақыт жоғалтасыңыз, энергия жоғалтасыңыз, түбінде нәтиже баратын жерге, дүптеген жерге барсаңыз да қиын, алыс, біраз уақыт жоғалтып барасыңыз. Міне синергия деген соны білдіреді. Және де жетіншісі араны қайраңыз дейді.
араны қайраңыз деген өте керемет, маған ұнайды, себебі қадағаланбаған зат өлшенбейді, өлшемі жоқ зат дамымайды. Сол секілді араны қайраңыз деген сіз тупа бір істі жасай бермеңіз, бір арасында тоқтап анализ жасау керек. Мысалы, бір аптаға менде бір 28 мақсатым болса, орындау керек амалымда, соны мен не істейміз, апта соңында сараптауым керек. 28 амалым менің орындалды ма? Орындалмаса, не үшін орындалмады? Қандай кедергілер болды? Келесі аптада осы тағы да амалдарымды орындауым үшін, осы қателіктердің алдын алуым үшін мен не істеуім керек деген секілді да. Мысалы, жаңағы дене қуатында болса, сіз кішкене салмағыңызды түсіргіңіз келсе, сіз оны сараптап тұруыңыз керек. Сол секілді біз не істейміз? Араны қайрап тұруымыз керек. Ол тек қана денсаулық емес. Жалпы классикалық тұрғыда бірнеше бағыт бар. Толық айтатын болсақ, шамамен 12, кейбіреулерде 4 болуы мүмкін. Менде дәл қазір 9 бағыт атап өтетін болсақ, дене қуаты, қарым-қатынас, рухани қуат, кәсіп, қаржы, даму, бала тәрбиесі, демалыс, тиімділік деген сияқты негізгі менде осындай бағыттар бар да. Міне осы әр бағытта мен өзіме не істеймін? Күнде, аптасына, айына, жылына өзіме сарап жүргіземін, сараптаймын. Не болды, не болмады. Сол кезде менің мақсатымды орындалып жатыр ма, орындалмай жатыр ма, соның барлығын естейміз, білеміз. Міне достар, осы 7 дағдыны сіз қолданатын болсаңыз, сіз міндетті түрде жаңағы оқыған, істеген амалдарыңыздың нәтижесі әлдеқайда жақсырақ болады. Алла тағала баршаңызға осы талпынысыңызда осы 7 дағдыны жеңіл қолданып, нәтижеңіздің артуына нәсіп етсін. Келесі пайдалы видеоларда көріскенше қош аман болайық.